История металлургии берет начало 4000 лет назад. И впервые в мире как раз-таки благодаря большим запасам, большим самородкам на территории Центрального Казахстана, тогда, конечно, народы, которые жили здесь, по-другому назывались, и другое совсем была история, но тем не менее на территории Центрального Казахстана 4000 лет назад уже производилось, плавился металл. Теміртау білім беру мекемелерінде Қармет компаниясы басшылығы мен металлургиялық кәсіпорын ардагерлерінің қатысуымен өткізілген кездесулер металлургия тарихындағы маңызды оқиғаларға арналды. Бұл оқиғалар өңір мен елдің өнеркәсіптік дамуына серпін берді. Дөңгелек үстелдердің бірі Қарағанды индустриялық университетінде ұйымдастырылды. Металлургия бұл өте ерекше сала. Шойын мен болат өндірісінің негізінде ғасырлар бұрын анықталған. Технологиялар өзгеруде, дамуда. Бұл керемет құбылыс. Жоғары сапалы металл өнімдері алынып, өткізу нарықтары мен металл өнімдерін қолдану мүмкіндіктері кеңейе түсуде. Дегенмен металлургия саласының негізгі тірегі әрдайым адамдар болып қала береді. Студенттер Қазақстан болатының алғашқы балқытуына қатысты негізгі оқиғалар туралы қызығушылықпен тыңдады. Мұндай форматтағы кездесулер жастарға ардагерлерден танымдық оқиғаларды естуге ғана емес, заманауи өндіріс, компанияның болашағы мен металлургияның рөлі туралы сұрақтар қоюға мүмкіндік береді. Университет басшылығы мұндай іс-шараларды кәсіпорындармен бірлесе өткізудің маңыздылығын атап кетті. Біздің түлектеріміз бен ардагерлеріміздің көпшілігі университетте жұмыс істейді, ал біздің оқытушыларымыз Қарметке жұмысқа орналасуда. Бұл үздіксіз күнделікті байланыс. Студенттерімізді тәжірибеден өтуге, постдипломдық білім алуға, жұмысқа орналастыруға жібереміз. Біздің университетте Қазақстанның түкпір-түкпірінен студенттер оқиды. Теміртау жоғары политехникалық колледжінің студенттерімен де дөңгелек үстел өтті. Бұл студенттерді шабыттандырып, елдегі ең маңызды әрі құрметті мамандықтардың бірінің келешегін көрсетуге мүмкіндік берді. Қазіргі жастар ештеңе жасамай көп табыс табуды қалайды, бірақ олай болмайды. Көбі бірден басшы болуды армандайды. Мен конвертер цехында төменнен бастадым. Тәжірибе жинақтаған сайын көтерілдім. Болатшының көмекшісі, өндіріс шебері, ауысым басшысы, конвертер цехы басшысының орынбасары, кейін цехтың бастығы болдым. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Ең бастысы жақсы оқу, білімсіз ештеңе шықпайды. Бұл кездесулер жастар ресурстық орталығының бастамасымен ұйымдастырылып, Теміртау қаласының барлық колледждерінде өтеді. Тоғжан Сағынбекова, Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев, Теміртау жаңалықтары.